Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Мен папалар жаққа келдім. Өрік шие теруге. Қыстың қамын жаз ойлап болып жатыр ғой. Компот бір нәрсе жапқанға. Өзімен бірге орамалымды арқалап келдім. Сіздерге өзі 4 бұрышты орамалдан салынатын үлгі. Өте оңай. Мына үстіп бүктелген жерлері үстіп тұрады. Енді болын таққан кезде ол көрінбейді. Өткенде бір кісі жазды. Ой, салық қатын. Орамалымды тіктемейсің бе деп. Үйтіп киіп піспеңіздер, өйткені қазір бүйтіп таққан кезде ол мүлдем көрінбейді. Өз үтіктейтін кез болады, үтіктемейтін кездер болады да. Мен бұл орамалды сіздер үшін салып алып келдім, ұмыт кетпейін деп. Қараңыздар. Өте оңай, тіпті бірінші орамал таққан адамның өзі тағады, артына өстіп байлайсыздар, қараңыздар. Міне, сосын мынаны уақыт кетіп қалмасын. Міне, бүйтіп алып келесіздер, мына бір жерге. Шашы қысқа ханымдарға да өте күшті кетеді. Осы бір жерге әдемілеп алып келесіздер. Міне. Артын осылай орайсыздар да, қараңыздар. Өзінің мынандай ішкі жағына кіргізіп жібересіздер. Кішкене объем беріп тұрады. Шашы қысқа ханымдарға да күшті кететін үлгі бұл өте, қараңыздар. Өзі кіріп кетті өзіне. Сонымен дайын. Ішіне бойниді кимесеңіздер де болады.